Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін 20-шы, енді шетелдік көліктерді тіркейтін уақыт келді. Енді бастап жатыр, достар, білесіздер, қазір Грузиядан келіп жатыр, жан-жақтан келіп жатыр. Сондықтан біздер енді в основном Грузиядан тасимыз көлік. Грузияның былай айтқанда темасы білеміз, қалай тіркеу керек. Көбісі воздух армиямен жүр, воздух армиямен тапсырып көріп жатыр, егов арқылы. Ол өтпейді, достар. Өйткені біледі ғой, ол ар жақта отқан адамдарда мақау емес деген сияқты. Сондықтан воздух армиямен қажет жоқ тапсырып, грузин болса, Грузиядан келген болсаңыздар, таза грузин номермен сол Грузиядан купле-продажа аласыздар. Біріншіден, екіншіден снятие с учета. Сол екі қағаз арқылы келіп ошаққа растамош жасайсыздар. Енді камрилер болса 2-5 миллион теңгедей шығады. Соны төлейсіз міндетті түрде. Содан кейін барып өтеді 200 мыңға. Енді Грузияда жүргеннен кейін Грузияның темасын білеміз, достар. Грузиядан біраз адамға купле-продажа алып бердік. Егер сондай услуга керек болса, хабарласыңыз.